кто-то спрашивает, вам сколько лет? Не принято спрашивать их возраст. Ұстаз, оң толғағын берсін деп дұға жасап қойыңыз дейді. Әумин. Қыз бала бірінші күйеуін сыйлау керек пе, әлде ата-анасын сыйлау керек пе? Бірінші күйеуін сыйлайды. Бірінші күйеуге шықтың сен. Сен ата-анаңнан бөлініп шықтың, қызым, алтыным. Сен күйеудің қызметінде болсаң, күйеуің саған риза болса, ата-анаң қызметі болады. Енді ата-анаң дегенде күйеуіңнің ата-анасын сұрап тұрсаң, ол басқа мәселе. Так. Ұстаз, үйлену туралы айтыңызшы, қыз жоқ дейді. Ой, қой үйтіп айтпа. Олай айтпа. Жаман мінезді қалай қоюға болады? Өмір бойы тәрбиелейсің өзіңді, алтыным. Өзіңді өмір бойы тәрбиелейсің, сөйтіп қоясың, Құда қаласа. Кішкене, бұлай жүргенші. Аюб деген есім қойдық дейді. Болады ма дейді. Құтты болсын, жақсат. Бірақ енді қойыпсыз ғой, қоярдың алдыңызда сұрағанда мен қазақша жақсы өзіміздің ұлттық нақыштағы аттарды қойыңыздар деп айтқан болар едім. Қыз бала жалғыз өзі барса бола ма дейді. Енді ешкімі жоқ болса барып жатыр. Бұл мемлекет тыйым салмайды, бірақ қасында болғаны дұрыс шығар. Орамалдағы қызды ата-ана алуға қарсы болса дейді. Қарсы болса, сен алмағаның дұрыс. Ертең оның орамалын шештіресің, ата-ананың сөзіне елесіп. Содан кейін намазын қойдырасың, ол қоймайым деп тырысады. Сонымен оны қуып шығасыңдар, бәрің жабылып. Содан кейін ол қызымыз қаңғырып кетеді. Күйеуден ажырасты деген атқа қалады. Сен басқа әйел аласың, бір адамның өмірін талқанын шығарасың. Сондықтан саған алма деп айтты ма, соны тыңдағаның жақсы болады. Соны тыңдағаның жақсы болады. Өйткені бәрібір шешетін әкешше. Шешім ала алатын жігіт сұрамайды, ол алады. Ал енді сен алма деп атыр дегеннен кейін уже алмағаның дұрыс. Ол қызды да түсіндіріп айту керексің. Ереже солай. Әйелің ешек деп айтса, не істеу керек дейді. Енді сен ешек болып қоймайсың одан. Соны айтқыздырған шығарсың, әбден қанын ішіп. Ол әйел бекерден бекер айтқан жоқ қой. Сен айтқыздырдың оны, мәжбүрледің. Егер сенің кінәң болмаса, әйелің өзінен өзі сені ешак десе, ешактың қатыны болады, не болады? Қайырлы кеш, күндіз деп айтайын, түсімді көрмей қалыпты, нені білдіреді. Түсімде көзім көрмей қалыпты. Охо. Бір нәрсе күнәні біліп тұрып жасап жүрсің, бір нәрсені қоймай жүрсің. Намаз бастауға қорқып жүрмін, тастап кетем бе деп, және ата-анам рұқсат бермейді деп қорқам дейді. Осы жылы салиқалы ұрпақ берсін, әумин. Қыз балаға әдеми қазақи есімдерді айтыңызшы. Алхамдулилля, көп. Тарихтың кітабын оқы, мен айтқаннан пайда жоқ. Сен Абай атамыздың кітабын оқып шық. Қазақтың ұлы даналарының кітабын оқы. Сол жерде аттан көп нәрсе жоқ. Ардақты аналар деген кітап бар. Күйеудің разылығын алған әйел жәннетке кіре ме дейді. Разылығын алып арақ іше берсеш, разылығын алып басқа күнә істесеші, бұл қалай болады? Әйелімді қалай дін жолына келуге болады? Сен өзің келдің бе бірінші дін жолына? Сұрақ солай ғой. Әйелді қоя тұр, сен бірінші өзің кел. Сен өзің келіп, өзіңді керемет дін жолындағы нағыз мұсылман, нағыз сол мұсылманға лайықты азамат қып өзіңді тәрбиелеп көрсетсең, сонда сенің әйелің сенің көлеңкең болады жаным. Сенің айтқаныңмен ілесетін болады. А сен өзің ондай болмасаң, күйеуіңді қалай, әйеліңді қалай алып келесің жаным, айтшы. Зере деп қоямын, қызым болса, әумин.
түсінде умраға барсаң, Алла нәсіп етсін. Қайсар деген жақсы еді. Патшаның аты. Кәусар деген атты қойса бола ма? Болады. Ахмет деген есімді тағы болады. Құрандағы Мұхаммед пайғамбарымыздың аталған бір аты. Мен жарысқа барам, қандай дұға оқимын? Ла хаула ва ла қуввата илля биллах деп айтасың. Баланың атын сахабалардың атымен қойса қалай қарайсыз? Омар, Оспан, Абу Бәкір деп. Жақсы. Бірақ үлкендермен ақылдасыңыздар. Аталарыңыздың атын қоюға рұқсат сұраңыздар. Содан кейін болмай баратса, жаңа кісіні қойғаныңыз жақсы бар. Мәселе атта емес. Түсінесіздер ме? Мәселе затында. Затын тәрбиелесеңіз, аттан жоғары тұрады. Сізде қай түр фирма дейді? Мен өзім фирмам жоқ, мен фирмаларға жұмыс. Мен кіммен барам дейді, өзім жинаймын, соны барамыз фирмаға, соны барамыз. Намазды уақытынан бұрын оқыса не болады? Қайта оқу керек болады. Сүндеттеліп туылған баланы қайта сүндеттей ме дейді. Қайта сүндеттеу керек. Ол баланы докторға, хирургқа көрсету керек, детский хирургқа. Қайта сүндеттеледі. Еркектің разылығын алу керек дейді. Бірақ ол басқамен жүріп, одан балад болса, онда еркекке не айтасыз дейді. Онда еркекке айтудың керек жоқ, бұндай кезде әйелге айту керек. Онда әйелге айту керек. Туған бауырым менің жетістігімді қызғанады, арамыз жаман болды дейді. Жоқ жаным, сен жақсылыққа кел. Сен жақсылыққа кел, бор, тәрбиеле. Енді көре алмаса өз жауап берер. Бірақ бауыр деген ол кетпейтін дүние жан. Сенен ол үзілсе де, сен одан үзілме. Осы менде құрманың дәнінен жоба деген ұнтақ бар. Бала көтеру көмектеседі. Иә, бар, дайындап жатыр. Былай қойым. Құрметті ағайындар, бұл нәрсені кәдімгі 100% шешім деп түсінбеңіздер. Аяғыңда жазу болса, не істеуге болады дейді. Мұхаммед деген болса, шашыңда қал бар дейді. Намаз оқу керек, ораза ұстау керек, күнә сөйлемеу керек. Анау шашыңды жабу керек, тем более басыңда орама қал бар екен. Шашыңды жауып, басыңды жауып, жаман сөз сөйлемей, боғау сөйлемей, күшті келіншек болу керек иманда. От сонда жақсы болады. Сонда жаңағы ана шыққан жерін гүлденіп, күшті нұр шашып тұратын болады. Қарыз алып білім алуға бола ма тірлік жасауға? Қарыз алып жасауға болады. Қарыз алып қатын ал, қатын қалар қойныңда, бала қарыз қалар мойныңда деген атан қазақ. Сондықтан қарыз алып ондай істеуге ода тұрған ештеңе жоқ. Менің күйеуім ораза ұстап шыдамай ашып жіберді дейді. 60 күн ораза ұстайды, 61 күн. Егер содан арғаны. Мен қазір оразамды қазір ұстасам, онда сіз сәжде кізі деген приложениені қойып алыңыздар, таң намазына дейін тамақ ішесіз, кешкі ақшам намазда ауыз ашасыз. Намаз оқымайтын адам умра жасаса бола ма? Болады. Менің группамдағы 50 адамның жаңылмасам жартысынан көбі намаз бастамаған кісілер еді. Осы жерге келіп, осынша халықты көріп, жүректері иманға келіп бұрылды. Ұзақ мерзімді қарыздар болады, банктан алып қойғандар, солар бара береді. Ал адамдардан алып қашып жүргендер бара алмайды. Қарызын берсін. Приоритет қарыз. Баламды қайнағама асырауға берген едім. Бұл исламда дұрыс емес. Қате істеп қойдым ба, қайнаған перзент көрмеген дейді. Енді берерін беріп қойыпсыз, енді алуыңыз қиындау болатын шығар енді. Семья бұзылып, ағайын бұзылып кетеді. Бірақ көріңіз. Артық ойдан қалай құтылуға болады? Ойыңызды жақсылыққа бұрыңыз. Денсаулығы жоқ болса ораза ұстауға бола ма? Болмайды. Күнә болады.
Умраға 700 мыңнан керек. Ораза жайында айтасыз ба? Неше жастан? Денсаулығы болсын, ұстай береді. Достарымның арасында ер балалар бар. Енді олармен түсінбей қалдым. Қарыз алып садақа берсе бола ма дейді. Жоқ, қарызды қайтарған сауап болады. Сабырға қалай жетуге болады? Сабырға өзіңді тәрбиелейсің. Бұл арабтардың бәрі Starbucks ішеді, қараңыздар. Содан кейін сіздердің көріп жүрген брендтеріңізді көрсетейін. Ақыры көріп қалдыңыздар. Швецияның H&M фирмасы. Енді ақыры мен эфирімде көп әйел кісілер отырады ғой. Бір жүректеріңізді ауыртайын сіздердің. Жарқ еткізейін да, міне. Ал міне. Арабский алтындар. Бәрі алтын. Бәрі алтын, бәрі алтын. Ты на рахате, он на рахате. Мына арабтардың бәрі на рахате деген осы болады. Бәрі құлаққа тағатын, мұрынға тағатын. Бәрі. السلام عليكم. كله صناعي سعودي؟ كله هو ذهب سعودي بس ديزاين مختلف. ديزاين بحريري قطري. هذا مالي كله سعودي. كله سعودي ذهب سعودي. ذهب سعودي. ايوه فقط اصلي سعودي. هو احسن ذهب سعودي ذهب اصلي صافي. ذهب اصلي سعودي. بس الديزاين ديزاين صيني وكل دوله. بحريني تركي دبي كويت هذا الديزاين. هي كيف شغل يجي من هذا. أيوة. كم 1 جرام 1 جرام. ايوه بالدولار تبغاه والله بالريال؟ بالدولار أيوة. في 60 وفي 65 في 63 في 71 في 74 على حسب الديزاين. التركي يجيك 74 بدون ضريبه. التكس بعده. ذهب كم رقمي؟ ذهب كم رقمي؟ ذهب على قول حقتكم من الارض 875 بس تيك. السعودي كم ريال في سعودي 1 جرام؟ 61 63 دبي. هذا دبي 63 بدون ضريبه. شوف الحين هذا 61 بدون ضريبه. ضريبه ايوه التكس. تكس لحاله. اوكي يا شيخ شوف انت ذهب اعطيك كرت في عندك جروب. أيوة نعم. في جروب. ايوه جيب جروب نعطيك بونص. نعطيها مساعدة. طيب انا ما في. ها؟ لا هذا جيب جروب. يمكن جروب يبغى ذهب. يمكن جروب يبغى ذهب. ان شاء الله. شوف يبغى ذهب يجيب. Құрметті ағайындар, алтынның граммы бұл жерде онша көп бағаланбайды. Бұл немен жүреді? Зат күйінде жүреді. Жүректеріңіз алып қалды дейме? Барлығы алтын. Алтынның мынандайлар тағар ма едіңіздер? Қолдарыңызға ұзын. Бұл халық енді сондайға өзі құмар десем болады. Әйелдеріне өте көп алтын алып береді. Біздікілер тоқалдарына әпереді ау дейме? Бізде сондай енді. Мына жерде осы бір алтын дүкенге бір жігіт әйелімен келіп, анасымен келіп алтын алады. Сол кезде алтын алған кезде, әйеліне алтын алып беріп жатқан кезде, саудагер айтады, бір саудагер. Бұл әйелін не алып беріп сондай жақсы өзіне бір баланы көтеріп, бір кемпір тұрады. Соны наған кемпір екен деп қараса, кемпірді қағып ұрсады, далаға шығыңыз деп. Ана иесі, ер азамат. Неге ұрысып атсың десе, бұл кім қызметшің бе десе, жоқ, мен анам дейді. Сонда әйеліне алтын алып беріп жатқан кезде анасы сыртқа қуып жіберген екен. Сонда жаңағы бір уақыттан кейін сатушы айттым дейді. Сіз анаңызға да бір алтын алып бермейсіз бе деген кезде жарайды алып берейін деп ең төменгі грамды айтты дейді. Сонда сатушы тұрып, ең жоғарғы грамды алтынды өз атымнан мына анаңызға менің сыйлығым деп айтып едім деген бір сөз бар. Сондықтан құрметті
азаматтар енді айтайын дегенім, айтпақ болғаным, біздің апайларымызға, біздің қарындастарымызға, аналарыңызға алтын әпермесеңіздер де, сіздер өздеріңіз алтын азамат болып беріңіздер. Алтын әпермесеңіздер де оның жәнін жемеңіздер. Алтынға бөліп тұрып, алтынның ішіне бөліп тұрып, бірақ оны ұрып, соғып, бергенін, қазақ айтпақсы, жегенін желкесінен шығарған азаматтар өте көп. Сондықтан алтын қалады. Көтеріп кетпейді, бәрі қалады. Сондықтан айтпақ болғаным, сіздер міндетті түрде өздеріңіз алтын болып беріңіздер. Дүниедегі бұл алтын, бұл дүние кімнен қалмаған дүние барлығы қалады. Сондықтан айтпақ болғаным, өздеріңіз алтын перзент болып, жақсы, жаңа айтты ғой, келген кезде амандасу, жылы сөз сөйлеу, бізге сол жетпей жатыр да, алтын емес. Алтынды тағып, қаншама қорлықта жүрген апай қарындастар бар. Сол үшін айтайын дегенім, алтын азамат болыңыздар деген сөз. Барлықтарыңыз алтынды көріп, вау деп астызыр. Мынау бірінші линиядағы отель, мына мешіттің бірінші линиясындағы отель, Интерконтиненталь. Екінші линиядағы отель Гранд Плаза. Содан ары қарай 7-8 линиямен өте берді. Қанша көп ұзақ болған сайын, сонша көп, сонша арзан дегенім ғой. Яғни жаяу жүруге тура келеді. Ол да жақсы. Ұстаз, егіз ұл балалардың жақсы есімдерін айтып жібересіз ба дейді. Мен қайтесіз, менің ат қойғанымда. Сіз ата-аналарыңызбен ақылдассаңыздаршы. Менен жақсы үйреткен білімді, тәлімді алыңыздар, мейірімділігімді алыңыздар, жанұяға сонсын. Ат қоюды күйеуіңізге айтсаңызшы. Күйеулер көрсін. Күйеулерінің өзінің бір абыройын көтерсеңіздерші. Не қыласыздар, мен кіммін? Мен ешкім емеспін сіздерге. Сондықтан менің сөзім ол керек, діннен нәрсені алыңыздар. Бірақ мен ат қоюға лайықты емеспін. Осыны түсіңіздер. Мүмкін шақырып құрметтесеңіздер, барып азан айтып берермін құлағына. Бірақ күйеуіңізді неге бағаламайсыз, айтыңызшы. Өткенде де бір әйел маған сонша қуып келіп артынан бала ат қойып беріңізші дейді. Күйеуің бар ма, сен бар дейді. Сен менен туған жоқсың, маған мен қоюым керек дедім. Күйеу қасында тұр. Ол күйеуді сен бассаң, ол қандай әке болады саған, айтшы. Қандай әке болады? Сондықтан сіз күйеудің қызығын ол өзін сезіну керек әке екенін. Қанша айтам, ол сезіну керек, аталарға да айттық өткенде. Әке екен сезіну керек. Аталар белден баса бермесін деп айттым. Тура сол сияқты әйел кісілер, мен шешем деп өзіңіз белден басып, байда бір ұстаз, бір имам, мейлі кім болса болсын, президент болсын маған десе. Не қыласыздар соған жағымпазданып? Прокурор, министр, не қыласыздар жағымпазданып? Өттік қойын жағымпазданып заманда. Қойсаңызшы өзіңіз, күйеуіңіздің аты, күйеуіңізді айт шақырып тұрып, сен қой, сенен тудым мен, сенсің менің жарым, маған біреу демес, сен қымбатсың десең, баяғысын бас айналып құлап қалады ол күйеуің. Сезімдердің бәрі өшіп қалған сезімдері оянып кетеді. Наташаға оянайын деп жүрген сезімді саған оянады. Міне осы элементарный нәрселер. А сіз оны аласта, жоқ, мен өзім шешем дейсіз. Ол жақсы емес. Күйеуге айттырыңыз, сол жақсы болады. Сол таңдасын. Сіз сол айтқанда келсіңіз. Сол жақсы болады. Содан кейін күйеу маған қарамайды, әлбетте қарамайды. Ол өзі қойған, мына өзің қолыңмен пісіріп жеген нан тәтті болады дейді қазақта. Білесіздер ғой, өзің қолыңмен пісіріп жеген нан тәтті болады. Тура сол сияқты, егер әке өз баласына өзі аты қойса, оның сол балаға мейірімдігі күшейеді. Балаға рақымдығы күшейеді. Мойнына жауапкершілік артады. Дәрежесі өседі. Саған деген махаббат артады. Сізге жәрдемші болады. Сол. А сен оны аласта, сен атаң қойсын, соңғы мен атам қойсын, бір-біріміз тек қана баланың өмірі ойыншық бір, екі кемпір шалдың ортасында. Дұрыс емес ол.
Баланың тұсауын әкесі кессе бола ма? Әлбетте әкесі кессін. Айттым ғой, не қыласыздар жағымпазданып? Әкесі кессін, әкесіне кестіріңіздер. Ол сезінсін өзінің әке екенін. Менің жолым осы баламның тұсауын кесетіндей, менің жақсы жолым бар ма деп ең болмаса ойланады. Ойбой, мен алкашпын, арақ ішіп жүрмін, ойын ойнап жүрмін. Менің балам, мен жолымды қайталауын кім қалайды? Ешкім қаламайды. Ешкім қаламайды. Сол кезде ол айтады: Құдайым, мен баламды дұрыс тәрбиелейін, мен өзімнен қате кетті, ең болмағанда баламды тәрбиелейін деп, сондай пікірде болады айналайын. Жасыңыз қаншада дейді. Имамдар мен қыздарын жас сұра алмайды. Ұстаз, менің аяғым әр жерден өзінен өзі көгеріп кетеді. Бұны жаным ревматоидный артрит дейді бұны. Бұл сен дәрігерге барасың, ревматологқа, сенің аяғыңдағы сосудтардың кішкене көгеретін сондай несі бар, қасиеті бар. Оны қазір көрсетпесең, кейін тамырларың расшират етеді, варикозға айланып кетеді жаным. Сондықтан докторға бар, оны менен сұраман. Докторға барсаң, өздері айтып береді. Рентгенге түсіреді, жақсы 3D-4D-ға, соған түсіреді, айтып береді жаным. Алла көтерме дұғадамыз, Алла жеңілдік берсін қарындасым. Базар жоқ дейді, точно айтып отырсыз ғой. Солай. Ұстаз, сізбен қажылыққа бару қанша дейді. Мен бару емес, мен әлі осы сапар $1550 келді кісілер. Теңгеге өзіңіз шаға беріңіз. Мен де қонақ үйге келіп қалдым. Намаз оқымайтын адамға қажылық жасауға бола ма? Болады. Ұстаз, хиджама туралы бір-екі сөз айтып беріп өтіңізші дейді. Хиджама деген нәрсе бұл иммундық дәрежедегі адамды көтеретін физиотерапиялық манипуляция болып есептелінеді. Бұны жасаған жақсы болады, тек қана дәрігердің кеңесімен жасау керек. Дәрігердің кеңесімен, дәрігермен ақылдасып отырып, сіздің толық қанды анализіңізді алып, қанның составын тексеріп отырып, қанның құрамында гемоглобин, тромбоцит, лейкоцит барлығын тексеріп отырып, түйіршіктеріне зиян келмейтіндей қылып қан алдыруыңыз керек. Қазір тілінің астынан, желкесінен, тағы бір жерінен, жамбасынан, енді ұятты жеріне дейін қан шығара беретін болды. Бұл кішкене, енді грубый айтсам, ақымақтыққа кетіп бара жатырмыз біз. Тағдана хиджама жасайтындар маған ренжіп жүрер, ренжісе де шындығы солы. Қан шығарам деп, біразының жаны шығып бітті жүр. Сондықтан дәрігерімен кеңесіп жасаңыздар. Жасайтын болса, сенімді үлкен-үлкен орталықтар бар. Соларға ғана барыңыздар. Көрінген жерде банкісімен қуып келіп, лезвімен қиып, қаныңды шығарам деп, бір күні жаныңызды шығарып жүрмесін. Ассаламу алейкум. Ереже солай. Ассаламу алейкум. Сау болыңыз. Қазір умраға сертификат сыйлап жатыр. Баруға бола ма? Болады. Болады. Қабыл болсын. Ал біздің қонақ үйге келдік. Бір көрсетейін сіздерге. Мынау біздің 22 этаждық мына фойесі қонақ үй. Мына кісілердің түрі бабай. Бізге келмейді енді бұл. Мына жақта біздің ағайындар отыр. Мынау рецепшн. Патшаларының суреттері міндетті түрде. Сурет қоюға болмайды дегендер жақсылап қарап алыңыздар. Ары қарай. Қаза намаз туралы айта салыңызшы дейді. Қаза болғаны үшін дейді. Не болады жауап бер. Ой. Не болатын мен айтпай-ақ қояйын. Айтатын болсам намазды қойып кетесің тағы да. Сондай азабын айтылған.
сондай қорқынышты нәрселер бар. Сондықтан лучше айтпай қояйын. Мен тыңдаңызда намазда қазағымағаныңыз жақсырақ шығар. Ұстаз, намаз оқимын, бірақ орамал күнде тақпаймын, тек намаз оқыған кезде тағамын. Бола ма дейді. Енді Алла болмайды десе, мен болады десем, не болады сонда? Орамал енді тағып бастап жатыр екенсіз, сол намазды тұрыпсыз, намаз сізді оразаға алып келеді, Құдай қаласа, сондықтан оқи беріңіз, бастай беріңіз, қабыл болсын. Ұстаз, бабайлардың орталығы. Осыны көріп, біздікілер анау рух алатын қыздар бар да, осы жерге келіп. Таң қалам сондайларға. Келетті анау, осыны бабайларды көріп алады да, мегацентрдің ішінде бабай болып жүреді, бәрін қорқытып. Өзі екі нәрсені де білмейді өзі. Бір хадис біле ма, біреуін білмей ма? Әйтеуір не керек? Елді сөйтіп бабай қып шошытады. Оғанда енді онысына да ризамыз, енді жалаңаш жүрген жоқ қой әйтеуір. Бірақ жөнімен болса екен деген ой. Ұстаз, моншаға ерлі зайыптылар бірге түссе бола ма дейді. Бұдан басқа енді елден ұят болмаса көріңіз. Біздің елге келмейді. Бабай деп айтқан себебіміз сол. Әр нәрсе өзінің жөнімен болады. Әдейлеп айттым. Біздің қазақтың өзінің дастұры, қара жамылуы, біздің елімізге келмеуі бұл салттың. Аузын бетін тұмшалауы, осы жағыменен әдейлеп айттым. Біліп жүріңіздер. Біздің қазақтың өзінің ұлттық киімі, кимешегі, орамалы, ораушы бар. Шариғат шәлісі деген керек болатын болса. Сонда үшін айттым. Сондықтан осыны түсіне жүріңіздер. Бір елге еліктеп бетін қап-қарағып киіну бүгінде халықты бөле жарғанға алып келді бізді. Сол үшін менің сөзіме корректировка берудің қажеті жоқ. Әр нәрсе өзінің еліне сай болу керек. Мен қазақтарға айтып жатырмын, сондықтан біздің қазақтар қазақша киінсін деген сөзім. Бекітілмеген сүннетті қалай түсінеміз? Бекітілмеген сүннет деген сөз ол ғайры муаккада. Бұны оқысаңыз сауап болады, оқымасаңыз күнә жоқ. Бұны көбінесе сүннет демейді, мұстахаб деп айтылған жақсы болады. Мұстахаб намаз деп айтқан жақсырақ болады. Кешкі ужинға келіп отыр біздің қажылардың барлығы. Бүгін қайтады біраз группа. Орнына біраз тағы екінші группа келе жатыр. Күнде ұшып келіп жатыр ғой, соның біреу және келеді. Бүгін Скат компаниясынан қазір олар аэропортта болу керек, жаңылмасам. Ал енді сіздерге бір сыпыра көрсетіп шығайын. Енді онсыз да білесіздер, бірақ сөйтсе де бір көріп шығыңыздар. Анау қажыға барғандар аштан өліп қалады екен, тамақ жоқ екен. Бұл орта класс, орта дәрежедегі пакет. Люкс пакет бұдан да керемет болады. Кешкі ужин. Ал қараңыздар. Кеттік, мынау күріш, ананда еті менен, жемістер, тәттілер. Бұл уже жеп біткені. Қазір ауыстырып үлгеремей жатыр. Мынау көкөністер, салаттарыңыз. Анда соленьяларды өте көп жейді. Жарылғанша жесең болады. Тура сол сияқты соленьялар. Ал кетті. Сорпалардың түр-түрі. Алейкумсалам, қалайсыздар аға десеңіз, осымен күріш, тағы да сондай тауық жаңылмасам, шөп шалам, сорпа еті менен